Абылай ханның дүниеге келуі. Абылай дүниеге келерде анасы босын алмай 6 күн қиналады. Әрі берден соң жан ауырғанда, о жаратушы тәңірім, жанымды қинамай ал деп 6 қанат ақ үйдің керегесінен ұстап сілкілегенде киіз үй шайқалады. 7-ші күні мәртебеден үлкен астан шыққан бұрымды Ақай әулие ауылға жақын маңнан түйемен өтіп бара жатып, сол маңдағы кездескен келіншектен: "Анау 6 қанат ақ үй қалай шайқалады?" деп сұрайды. Жас келіншек иіліп сәлем салып: "Апа, ниетіңізді періште қабыл етсін. Перзент босана алмай жатқан өзіміздей бір келініңіздің жан айғайы" дейді. Істің жайын ұға сала Ақай әулие түйесін бұрып 6 қанат ақ үйге қарай жүреді. Дауыс жетер жер арақашықтық қалғанда түйесінен түсіп алып, қобызын қолына алып, ақ шанағын сыпырып, "Адыра жаның босасын" деген сарынды тартқанда, үй ішіндегі босана алмай жатқан келіншек бірден сылқ етіп тәтті ұйқыға кетеді. Мынау сарынды естіген ел Ақай әулиенің жанына жиналып қалады. Әулие ашуланып: "Ниеттеріңе Тәңірім текті ұл берейін деп тұр. Тесіліп неге қарайсыңдар? Тез арада киіз үйге жетпейтіндей етіп, 4 құбыласына от қойыңдар" деп бұйырды. Ақай әулиенің айтқанын азаматтар бұлжытпай орындады. Арада сүт пісірім уақыт өткенде шырылдаған нәрестенің дауысы естіледі. Бірақ дүниеге келген перзенттің денесі қан сияқты қып-қызыл болып түседі. Көреген Ақай әулие су тола торсығын түйесінен түсіріп: "Мынау түкті баба шашты әзіздің басындағы жыл бұлақтың тұнбасы. Осы суға тұз салып, жұмасына бір рет сәбиді шомылдыра беріңдер. Арғысын бір жаратушымен ата бабасының әруағы шешер, тұсауын қызыр кесер, ер жетер, бәрі де өтер" деп ойланып тұрып: "Мынау перзентіңнің алдағы ғұмыры бір мүшеге толғанша шет қалады. Мүшесінен асқанда айналасы өрт болады, 2 мүшеге толғанда айтқаны серт болады, ал тіл тигізіп қол көтерген мерт болады" деп дәм ауыз тиместен "Қанағатым қанамнан асып түсті" деп түйесіне мініп жол жүріп кеткен екен. Ақай әулие Қыпшақтың шашты атасынан тарайтын Уәли Бекей сұлтанның жалғыз қызы. Ешқашанда тұрмыс құрмаған, атақ байлықты тәрк еткен, ақ төсекке талақ айтқан, ел аралап ұлы қазақ халқының тектілерінен қалған ақиқатын айтқан жан. Ел жиналып жаңа туған перзенттің атын Аңырақай қойды. Аңырақай жылына толғанда денесіндегі қып-қызыл терісі түлеп, оң иығына сәбидің алақандай қызыл таңбаға айналып қатып қалады. Ақай әулиенің айтқаны тура келеді. Аңырақай 4 жасқа толғанда Қарақытайдың көрегені Найжай суға керуен тартып келген парсы елінің жұлдыз қағара көңіліндегі сырдың ұшын ағытып: "Қазақ елінде бір текті туылды. Шыңғыс қақандай жеріңді тартып алып, еліңді тентіретіп тынысыңды тарылтатын кемеліне толмаған перзент көрдім. Қазірден қамданбасаң қапыда кетесің. Себебі қазақ еліне бірнеше рет жорық жасап, байлыққа кенеліп отырсың. Тектілер құн кессе тоғыз сұрайды. Сол уақытта халқың тонның жамауына зар болады" деп айтқанда, Найжай судың түрі қашып: "Иә, қазақтың тектілері кеңірдегімде тұр. Кіндігіме түссе, жаһанды жаулап алар едім" деп түнереді. Сол жылы күз айында Қарақытайдың 1000 найзасы жасырын жолмен түнде жүріп күндіз тығылып келіп, бұл жаулы сұлтанның ауылын үрерге итін, сығарға битін қалдырмай, үлкеннен бесіктегі сәбиіне дейін құрбан етеді. Бұл сұмдыққа Қарақытайда 1000 найзаның кеткенін керуеншілер жеткізгенмен, Қанайдатқа арғын аға баласы Нұршайқымен 4000 қолмен келгенмен, ауылды түгел қырып кеткен Қарақытайдың 1000 найзасымен қанды қырғын басталып, бірінде жіберместен бәрін өлтіреді. Нұршайқы батыр: "Жауға, жалаң қылышқа бүгілмеген белім, келген жолымыз бекер болды ма" деп жүресінен отыра кетеді. Осы уақытта қырылған ауылға жіті көз жіберіп тұрған Қанайдатқа ауылдың шығыс тұсында лапылдап жатқан шаңырақтың алдында төңкеріліп жатқан қазанның қимылдағанын байқайды. "О Тәңірім, арымнан жаным садаға, елімнен жолым садаға, тілеуімізді құрғата көрме" деп атынан түсіп төңкерілген қазанды көтеріп қалғанда, еңселі азаматтың кіндігіне жетердей ұраның ішінде 2 көзінен от шашқан 4 жасар Аңырақайды көреді. Нұршайқы батырды шақырып: "Сарбаздарды қайтар, елге бара берсін. Соңдарынан жетеміз" дейді. Сарбаздар кеткен соң Аңырақайды алып бір жылқыны сол жерге Көкбөрінің рухына құдай атап, етін 7 жерге үйіп, Аңырақайды жан баласына көрсетпестен Нұршайқы батыр екеуі Төле бидің Қосаран жайлауына тартады.
Түн ауып 7 қарақшы жұлдызы жинала бастағанда Төле бидің шаңырағына келіп түседі. Бұл қайсың ей деген